Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз бе апай? Қалдарың қалай? Көңіл күйлерің қалай? Барлығы керемет екен. Мен өте қуаныштымын. Информатика сабағына қош келдіңдер балалар. Мен Алматы қаласы Әуезов ауданы номері 173 мектеп лицейдің информатика пәнінің мұғалімі Елікбаева Айгүл Мамырбекқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нысандардың 3 өлшемді модельдері. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты нысандар мен оқиғалардың 3D модельді құру. Бүгінгі сабақтан біздің білетініміз, үйренетініміз ол Google SketchUp программасының интерфейсін және редакторға кіріктірілген нысандарды атап, олардың қызметтерін сипаттаймыз. 3D нысандарды редакциялап модельдер құрастырамыз. SketchUp редакторының мүмкіндіктерін талдап, қорытынды шығарамыз. Ал ендеше балалар, барлығымызға сәттілік. Сабағымызды бастайық. Балалар, суретте не көріп тұрсыңдар? Оларға қандай ортақ атау берер едіңдер? 3D нысандар. 3D нысандар, нысан, Немесе 3D модельдер. Тамаша. Мультфильмнен көрініс көріп тұрмыз, е? Өте жақсы. Дұрыс айтасыңдар балалар, суретте ортақ атау беретін болсақ, ол 3D нысандар немесе 3D модельдер. Демек, балалар, өздерің байқағандай, бүгінгі біздің сабағымыз 3D нысандар туралы болады екен. Балалар, сендерге бір сұрақ қойып көрейін. Қалай ойлайсыңдар, күнделікті өмірде пайдаланатын заттардың, көліктер мен ғимараттардың, құрылыстардың шынайы бейнесін алу үшін компьютердің қаншалықты көмегі бар? Қалай ойлайсыңдар? Аяулым. Компьютерлер бағдарламалары арқылы біз күнделікті өмірде модельдей аламыз, және де біз одан кейін қажетті бір затты өндірісте шығарамыз. Сол арқылы біз модельдің тиімділігін және одан кейін кемшілігін анықтай аламыз. Жақсы, тамаша. Тағы кім не айта Және алады? де қазір сәулетшілер осы 3D арқылы түрлі үйлер жасап жатыр. Түрлі үйлер жасай алады. Компьютерлік бағдарламалардың көмегімен, не? Абылай. Жақсы, тамаша. Назерке, не айта аласың осы туралы? Менің ойымша компьютердің көмегі өте көп. Себебі компьютерлік бағдарламалар арқылы біз алдымен нысанды суреттейміз 3D модельде, сосын барып өндіріске шығарамыз. Осы қимыл арқылы біз оның бір кемшіліктерін атай аламыз. Алдын ала болжай аламыз, е? Өте жақсы. Жақсы, керемет. Балалар, мына суретте терезенің экранның сол жағында қай бағдарламаның логотипін көріп тұрсыңдар? SketchUp. Ол сендерге жақсы таныс. Себебі біз алдыңғы сабақта осы бағдарламамен жұмыс жасап, терезенің интерфейстерімен танысқан болатынбыз. Жалпы 3D модельдеу мектеп бағдарламасындағы геометрия пәнімен тығыз байланысты. Себебі Декарттық координаталар жүйесіндегі X, Y және Z өстері функцияларды және олардың графиктерін еске түсіреді екен. Жалпы 3D анимацияның не екенін түсіну үшін көз алдымызда тұрған барлық заттарды кеңістікке қойып қарастырсақ жеткілікті екен. Ал енді балалар, біз жаңа айтып өткендей, алдыңғы сабақта Google SketchUp 3D редакторының терезесінің интерфейсімен таныс болған болатынбыз. Ал енді геймификация әдісі арқылы осы терезенің интерфейсін дұрыс әрі жылдам құрастырайық. Ол үшін мен сендердің WhatsApp желісіне осы Word Wall Net веб ресурсында дайындалған тапсырманың сілтемесін жібердім. Сол жерде жылдам әрі дұрыс орындауға тырысайық. Көшбасшылар тақтасында бізде кім болар екен? Оны қазір жұмыс барысында, ойын барысында анықтайық. Балалар, сендер тапсырманы орындағанша бізде Нұрай SketchUp терезесінің интерфейсін дұрыс орналастырып көрсін. Ол үшін мен Нұрайға ең әуелі
қашықтан басқару мүмкіндігін берейін. Солай ма, Нұрай? Иә, апай. Терезені қашықтан басқару мүмкіндігін бердім. Ал Нұрай бастай ғой. Меню ол бізде мәтіндік менюлер жиынтығының тақтасы. Асықпаймыз. Құралдар тақтасы ол бізде менюдің төменгі бөлігінде орналасқан. Бұл құралдар арқылы біз компьютерде неше түрлі жұмыстар орындай аламыз. Тақырып қатары ол бізде терезенің атауын білдіреді. Тамаша. Модельдеу аймағы ол бізде үш өлшемді нысандарды модельдеу аймағы. X, Y, Z өстері ол бізде қызыл, көк, жасыл түспен белгіленген өстер. Нұсқаушы терезе ол бізде оң жақтың шетінде орналасқан, яғни ол бізге жұмыс жасаудың анықтамасын береді. Қалып күй қатары ол бізде модельдеу аймағының төменгі бөлігінде орналасқан. Ал енді жауабымызды тексерейік. Барлығы да дұрыс екен, керемет. Керемет, Нұрай, көп рахмет, өте жақсы жұмыс болды. Жақсы, енді балалар, бізде сендерде мен WhatsApp желісі арқылы жіберген сілтемемен өтіп тапсырманы орындады, үлгеріп орындады деген ойдамын. Ендеше қазір нәтижелерін қарап шығайық. Ол үшін менің нәтижелерім бумасына кіріп, қазір қараймыз. Міне бұл жерде лидерборд, яғни көшбасшылар тақтасында бізде Эльнара тұр екен. Эльнара 20,6 секундта аяқтапты. Сабина 26,7. Өте жақсы. Барлық сұрақтарға балалар дұрыс жауап беріпсіңдер. Тамаша жұмыс. Ендеше балалар, ары қарай жалғастырайық. Енді қазір балалар біз Mystery Things деген өзіміз бағалап жіберсеңдер болады. Бас бармақпен өзара бағалап, өзіміз бағалайық. Ұмытпаймыз. Енді балалар, қазір біз Mystery Things, яғни құпия заттар ойынын ойнайық. Ол үшін біз Learning.ru веб-ресурсындағы квест бөлмеге кіреміз. Осы бөлмедегі нысандарды шерту арқылы біз кем дегенде 3 тапсырма орындауымыз керек. Қарап отырсаңдар, әрбір нысанда бір құпия тапсырма жасырылып тұр. Біздің мақсатымыз осы құпия тапсырмаларды орындау арқылы терезеден шығып кету. Қай нысанды шертіп көрейік? Диванды шертіп көрсек бола ма? Жақсы, Дамир. Диван кәдімгі диван дейді. Ода ешқандай құпиялық сиқыр жоқ дейді. Тағы нені? Телевизорды. Телевизор өшірулі тұр екен. Демек, бізге көмек подсказка беріп тұр. Не істеуіміз керек? Пульт арқылы телевизорды қосамыз. Тамаша. Пульт арқылы телевизорды қосады екенбіз. Сұрақты оқып жүрейікші? Жауап берсем бола ма? Жақсы. Демира жауап бер ғой. Нақты нысанды үдерісті немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп көрсету үлгісі не деп атаймыз? Менің ойымша бұл модельдеу. Модельдеу. Жақсы. Ол нақты ма? Соны біз қазір есікті ашқан кезде білеміз. Дұрыс таптық па, дұрыс тапқан жоқпыз ба? Ал келесі қай нысанды шертіп көреміз балалар? Айнаны. Тамаша. Не дейді? Кажется, в этом зеркале что-то есть. Яғни айна сиқырлы екен. Ол айнаны көру үшін біз не істесек болады? Қалай істесек болады? Не істейміз? Шәйнекте бөтелке суды. Басқа ыдыстарды, басқа нысандарды шертіп көрейік. Дұрыс айтасыңдар. Шәйнекте су жоқ дейді. Ол үшін не істейміз? Су қай жерде бар? Суды шәйнекке құямыз. Я, мына бөтелкеде су бар дейді. Ол жай ғана бөтелке емес екен. Бөтелкеге суды құйдық. Енді оны шәйнекке қосамыз. Я, физикалық құбылыс бойынша шәйнектегі су буланып, мына айнаға өзін тапсырмамыз бізде шағылысып көрінді. Сұрақты оқып жүрейікші? Апай, мен оқысам бола ма?
Оқи ғой, Нұрай. Үшті үш dimensional сөзі ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Менің ойымша, ол үш өлшемді деген мағынаны білдіреді. Тамаша, үш өлшемді деген мағынаны білдіреді екен. Жақсы, екі тапсырманы орындадық. Енді бізде тағы бір тапсырмаларымыз бар. Мен мына тумбаны шертіп көріп едім, ол кәдімгі тумба дейді. Қандай нысандар қалып қалды бізде, балалар? Кітаптар. Кітаптар. Аха. Абылай. Жақсы. Сіз табиғат құбылысының қалай атауға болады? Нысан. Нысан деп атауға болады екен, өте жақсы. Нысанды орыс тілінде біз оның аудармасы объект. Олай болса, біз үш тапсырманы да орындадық. Есікті, кілтін ашу үшін біз осы табылған, сендердің тапқан сөздеріңді жазайық. Мінекей, нысан үш өлшемді модель. Бұл біздің кілт сөзіміз. Жарайсыңдар дейді. Тамаша балалар. Бас пармақпен өздерің керемет баға беріп қойсаңдар болады. Өте жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қандай болуы мүмкін екен? Аты қалай болуы мүмкін? Көрсем болады ма, апай? Я? Дамир? Менің ойымша, нысандардың үш өлшемді модельдері. Дұрыс айтасыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нысандардың үш өлшемді модельдері. Экраным көрініп тұр ма? Презентация. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымызда мақсаты, яғни күтілетін нәтижелеріміз, ол редактордың негізгі саймандарын қолдана білетіндей болу керексіңдер. Қарапайым фигураны сала алатындай болуымыз қажет. Сызу құралдарын және модификациялау құралдарын қолдану мүмкіндіктерін ажырата алады екенбіз. Сабақтың соңында нысандар мен ғимараттардың моделін өлшемге сай үшті форматта ұсынып, жасау жолдарын талдайтындай деңгейге жетуіміз қажет екен. Балалар, енді қазір сендерден шағын бағалау, диагностикалық бағалау жүргіздірейін. Сұрақ, нысандардың үш өлшемді модельдері туралы қаншалықты көп білесіңдер? Бойыңды емес, ойыңды бірден 10-ға дейінгі шкаламен бағалаңдар. Оны білесіңдер, біз әдетте сабақта қолданамыз, комментировать белгісі арқылы, немесе чатқа да жазсақ болады екен. Бір оқушы чатқа жазыпты. Балалар, нысандардың үш өлшемді модельдері туралы 7, 8, 9 балдық шкаламен біледі екенсіңдер. Жақсы. Ал енді сабақтың соңында балалар, мен ойлайын, сендер 10 балдық шкала дәрежесіне жетеді деген ойдамын. Ал енді балалар, біз әдетте сабақта біз төңкерілген сынып технологиясын қолданамыз. Бұл технология бойынша төңкерілген сыныпта оқушылар не істейді бізде? Үй тапсырмасын, мұғалім, яғни мен тапсырмаларды сендерге алдын ала үйге бейне материалдар мен ресурстарды жібердім. Сендер онымен таныс болып үйден орындап, бүгінгі сабақта біздің назарларымызға ұсынып бөлісесіңдер. Олай болса, сендердің дайындалып келген теориялық және практикалық тапсырмаларына көңіл бөлейік. Кім, қалай және не дайындап келді екен? Үш өлшемді графика. Дамир. Үш өлшемді графика, яғни график көлемді объектілерді бейнелеуге арналған тәсілдер мен құралдардың жиынтығынан тұратын компьютерлік графиканың бөлімі. SketchUp бұл үш өлшемді объектілерді құру, өңдеу үшін арналған бағдарлама. Жобалар SketchUp SKP форматында сақталады. SKP форматында сақталады екен. Рахмет, Дамир. Ал енді қараңдаршы, бізде бір өлшемді 1D, 2D және 3D, үш өлшемді нысандар бар екен. Осылардың қандай айырмашылығы бар? Бірінен бірі несімен ерекшеленеді? Бізге Рахат пен Дилмира қол көтеріп отыр екен. Айта қойыңдар. Екіді суреттегі қағазға салуда екі өлшемді жұмыс аламымен dimension мөлшермен өлшеу жұмыс істейміз. Екіді атауы dimension сөзінің қысқарған түрі. Бұл жерде өлшемдер ретінде биіктік пен ені алынады. Екіді графикасы түсінуге және сызуға өте оңай. Дәл қолмен сурет сызғандай болады. Бұл оның негізгі артықшылығы болып табылады. Үшті графикасы екідіға қарағанда жұмыс істеу кеңістігі өзгеше болып келеді. Үшті графикасында екідіға қарағанда биіктігі еніне қоса және де тереңдігі де есепке алынады. Үшті графикасы үш өлшемді
фигуралардың кеңістігін сызуға арналған. Үшті графикасында бейне салынбайды, құрастырылады. Себебі оның көмегімен кеңістіктегі көлемді фигуралар тұрғызылады. Үшті графикасы арқылы модельдердің көптеген түрін жасауға болады. Оның көмегімен бір жасалған модельге өзгеріс енгізу немесе оны толықтыру арқылы оны шынайы бейнесін көрсетуге болады. Өте жақсы, рахмет. Рахмет. Келесі үшті графика бағдарламалар туралы. Жанасыл, қол көтеріп отыр екен, Жанасыл айта ғой. Өлшемді графиканы құруға мүмкіндік беретін компьютерлік программалар көп. Үшті редакторлардың мысал ретінде AutoCAD, үшті Studio Max, Blender, SketchUp және осындай сияқты редакторларды айта аламын. Жақсы, біз қазіргі уақытта қай бағдарламамен жұмыс жасап жатырмыз, Жанасыл? SketchUp. Google SketchUp. Жақсы. Енді қолдану салалары туралы маған Абылай айтып беремін деп отыр екен. Абылай. Бұл жерге интерьер дизайны, эскиздік модельдеу сәулеті, инженерлік жобалау және де сыртқы жарнаманың дизайны жатады. Сыртқы жарнаманың дизайны. Бұл осы дизайндардың барлығын біз өмірде қолданамыз. Болашақта сендер осы мамандықтың иелері болсаңдар, әрине бізде осы алған білімдеріңді шынайы қолдана аласыңдар деген ойдамын. Жалпы бұл бағдарламада барлық үш өлшемдік модель жай фигуралар негізінде құрылады. Яғни сызық, доға, тік төртбұрыш және тағы басқалары. Балалар, енді SketchUp бағдарламасында үйде әзірленген практикалық тапсырмаларға назар аударсақ. Кім көрсетеді, кім қандай дайындықпен келді? Апай, мен көрсетсем бола ма? Жақсы, тамаша, Назерке көрсете ғой. Демонстрациялау режимін саған ұсындым. Бұл үйге берілген 156 беттегі 530 суретте көрсетілген қарындаштар жиынтығының моделі. Мен сіздерге бір қарындаштың моделін көрсете аламын. Ол үшін біз көп бұрыш құралын алып, көп бұрышты сызамыз. Оны қысу және созу құралы арқылы қалаған биіктігімізге көтереміз. Одан соң сызық құралы арқылы шеңбердің центрінен тікбұрышты үшбұрыш жасаймыз. Бұл тікбұрышты үшбұрышты жасаған соң оны тікбұрышты үшбұрышты жасаймыз. Содан кейін таңдау құралы арқылы бес бұрыштың жан жағын таңдап, менің соңымнан жүр құралымен қарындаштың ұшын жасаймыз. Содан соң бояу құралы арқылы өзіміздің қалаған түсімізге бірден бояп жібереміз. Сонда осындай қарындаш шығады. Балалар, өте керемет жұмыс жасапты Назерке. Кәне Назеркені бағалап жіберейікші. Барлығымыз Назеркеге бас бармақпен қол шапалақтауды көрсетіп отыр екенбіз. Рахмет Назерке. Демонстрацияңды өшіріп, енді тағы да дайындалып келген оқушылар бар ма екен? Апай, көрсете болады ма? Аха, Елнара, жақсы. Көрсете ғой. Мен геометриялық фигураларды салдым және мысал ретінде мен төртбұрыштық фигурасын көрсете аламын. Ол үшін мен төртбұрыш салатын құрылғыны алып, төртбұрышты сызамын. Келесі push-pull қысу және сызу құрылғысы арқылы көтеремін. Одан кейін нысандарды бояу, paint bucket деген құрылғы арқылы фигурамды бояп шығамын және экранымды айналдыру құрылғысы арқылы айналдырып бояп шығамын. Камера құралдарының көмегімен. Тамаша жұмыс, Эльнара. Ал енді Эльнараны да бағалап жіберейік. Өте жақсы. Тіпті чатқа 10 балдық шкаламен чатқа да бағасын қойсаңдар болады. Тамаша. Мен айтсам бола ма? Мен бұл үйді SketchUp арқылы жасадым. Ол үшін мен төртбұрыш, басу, тарту, шеңбер және де жылжыту құралдарын пайдаландым. Соңында мен үйдің ішін босату үшін өшіргішті пайдаланып, оның ішін босаттым. Кейін бұл үйдің оның шатыры, мұржасы, оның терезелері, баспалдағы және де есіктері бар. Келесі менің жұмысым ол менде осындай жиһаз үстел.
Оны да мен Google SketchUp арқылы жасадым. Ол үшін мен 4 бұрыш, басу тарту, шеңбер және де жылжыту құралдарын пайдаландым. Және де бұл үстелдің аяқтары және де осындай тартпалары бар. Тамаша балалар, өте жақсы дайындықпен жасапсыңдар. Жарайсыңдар балалар, жарайсыңдар. Барлық жасаған жұмыстардың алгоритмдік реттілігін, қандай құралдар қолданғандықтарыңды барлығын тамаша түсіндіріп бердіңдер. Өте керемет жұмыс жасағансыңдар балалар. Ал енді балалар, мен экран көрініп тұр ма? Қазір. Экран көрініп тұр ма? Презентация. көрініп тұр апай. Тамаша. Олай болса, балалар, енді көптеген құралдарды, аттарын атадыңдар, иә? Алайда сол құралдардың атқаратын қызметін анықтау үшін, оны білетіндіктеріңді байқау үшін, SketchUp бағдарламасының құралдарын зерттейік. Ол үшін Live Worksheets интерактивті жұмыс парағының көмегімен тапсырманы орындайық. Ол үшін мен сендерге 3 минут уақыт берем. Сілтеме WhatsApp желісіне сілтемені мен жібердім. Жұмысқа кірсек, іске сәт. Ал енді басқа балалар тапсырманы орындағанша, маған кім осы интерактивті жұмыс парағын қалай толтырғандығы туралы, қалай толтыруға болатындығын, құралдардың қызметтерін атап, сәйкестендіріп бере алады. Апай. Кім? Эльнара мен Сабина қол көтеріп тұр екен. Жақсы. Ол үшін мен сендерге экранды қашықтан басқару мүмкіндігін берейін. Так, Эльнара Төлеуқали. Құрылған сызбаның қажетсіз сызықтарын өшіреді. Эльнара, кешірім сұрайын. Эльнара, даусыңды қатты шығарсаң. Құрылған сызбаның қажетсіз сызықтарын өшіреді. Ол бізде өшіргіш, eraser. Екінші нысаны қажетті жаққа бұрады. Ол бізде айналу, rotate. Жеке бөліктерді немесе фигуралар жиынтығын таңдайды. Ол бізде таңдау, select құрылғысы. Төртінші, екі нүкте арасындағы ары қашықтықты өлшейді. Ол бізде рулетка, tape measure. Бесінші, нысана бейнесін кішірейтеді немесе үлкейтеді. Ол бізде лупа, zoom. Басу және тарту жолымен көлемді фигураларды құрады. Ол бізде push-pull, басу тарту құрылғысы. Жетінші, қажетті жерге нысанның орнын ауыстыру. Ол бізде орын ауыстыру, move құрылғысы. Және нысандарды бояу, ол бізде палитра, paint, bucket. Тамаша. Енді арғарай Сабина жалғастырып көр. Бізде біріншіде орын ауыстыру, қысу, созу, бұру, басқару, жылжыту құрылғылары бізде модификациялау құралдары болып табылады. Келесі бізде таңдау, өшіргіш, бояу құралдары негізгі құралдар болып табылады. 4 бұрыш, шеңбер, 3 бұрыш, қарандаш, доғалар және де менің артымнан жүр сызу құралдары болып табылады. Енді жауабымызды тексерейік. Тағы да бір рет бас жүр. 10 балдан 10 бал алыпсыңдар. Тамаша, өте жақсы жұмыс. Рахмет Эльнара мен Сабинаға, көп-көп рахмет, барлығын дұрыс жасады. Балалар, сендер енді WhatsApp желісіне менің почтама жіберді деген ойдамын. Қазір нәтижелерін, жұмыстың нәтижелерін My Mailbox арқылы тексеріп көрейік. Кім қандай деңгейде орындаған екен? Мінекей көрініп тұр маған. Омар Жанасыл 10 бал алыпты, жақсы, тамаша. Дильмира 10 бал, Мирас 10 бал, Дамир 10 бал, Аяулым 8,2, Нұрай 10 бал,
Төлеуқали Елнара 10 балл, және Аяна 10 балл. 8-де 2-де алған оқушыларымыз бар екен. Өте жақсы. Назерке, Қызылали Назерке 10 балл. Өте жақсы балдар, өте жақсы жұмыс. Бұл тапсырманы бойынша алған бағаларыңды, сосын ортақ бағасын күнделік КЗ журналына, электронды журналына қоямыз. Жақсы, рахмет балалар. Енді балалар, ендігі біздің тапсырмамыз теориялық білімдеріңді drag and drop әдісі арқылы, іліп тарту арқылы Life Worksheets веб-сервисінде орындады. Ендігі тапсырма ол бізде дифференциалдау тапсырмасы. Яғни, сендердің қабілеттеріңе, қызығушылықтарыңа арнайы дайындалған практикалық тапсырма. Суретте өте көптеген нысандар көріп отырмыз, балалар? Бұл жерде осы нысандарды Google SketchUp бағдарламасының көмегімен сендерде ол бағдарламада жұмыс жасаудың алғашқы дағдылары бар. А, Б, С кескіндерінің біреуіне таңдау жасап, 3D нысан құру. Бұл жерде балалар тапсырманың күрделілік деңгейіне байланысты қарапайым жеңілдеу тапсырмалар А деңгейімен белгіленіп тұр, одан кейін В деңгейі, сәл күрделі тапсырмалар С деңгейіне. Таңдау өздеріңде балалар. Осы нысандарды Google SketchUp бағдарламасында құрсаңдар болады. Тапсырманың дескрипторы SketchUp құрал саймандарын қолданып, 3 өлшемді нысан құрастырасыңдар. Және осы нысандарды 3D модельді құрастырудың дұрыс тізбегін анықтап көрсетесіңдер. Жақсы, іске сәт балалар, тапсырманы орындайық. Кім тапсырманы орындап болады? Мен ойлаймын, сендер бұл тапсырманы жылдам орындайды деп. Кім тапсырманы орындап болады? Маған белгі беріңдер. Бұл жерде әртүрлі тапсырмалар беріліп отыр. Интерьер дизайнері ретінде орындайсыңдар, ландшафт дизайнері, ғимарат дизайнері, баспагер және инженер ретінде өздеріңді сезінсеңдер болады. 1 минуттай уақыт берейін, себебі тапсырма аса күрделі емес меніңше. Апай, мен көрсете берсем болады ғой? Аха. Назерке, жақсы, тамаша. Онда жұмысыңды алгоритмдік реттілігін барлығын көрсетсем болады. Толығымен қалай орындағаныңды уақытқа байланысты біз көрсете алмаймыз дегенмен. Бұл Нұр-Сұлтан қаласындағы бейбітшілік және келісім сарайының 3D моделі. Бұл модельді жасау үшін мен тіктөрт бұрыш құралын салып, сызық құралымен диагональ сызықтарын салдым. Сызық құралымен сызған сызықтардың қиылысқан жерін орын ауыстыру құралымен пирамида жасап алдым. Содан соң сызық құралымен қосымша бөліктерін салып, бояу құралымен көк ақ түстерді қолданып боядым. Сонда осындай керемет сарай шықты деп ойлаймын. Назерке, мен қосымша бір сұрақ қойып кетейін. Нұр-Сұлтан қаласындағы осы бейбітшілік және тәуелсіздік келісім сарай биіктігі қандай, білесің бе? Оның биіктігі 62 метрді құрайды. Тамаша, жақсы. Ал кейбір ақпаратты интернет деректеріне қараса, 0-ші қабаттан 8-ші қабатқа дейінгі биіктігі 75 метрді құрайды екен. Рахмет, Назерке. Назеркені бағалап жіберейікші, балалар. Өте жақсы. Экранның демонстрациясын тоқтатсам болады. Рахмет, Назерке. Енді мен көрсетсем болады. Жақсы. Бұл Аянада, жақсы, Аянада қазір көрсетеді. Мирас көрсете ғой? Дайын отырамыз, жұмысымызды аяқтағандар жақсы. Мен бассейннің 3D моделін құрдым. Мен бассейн жасау үшін тіктөрт бұрышпен қысу және созу құралдарын қолдандым. Және де Google SketchUp-тың мүмкіндіктері өте көп. Нысандарды бояп қана емес, қосымша қатар компоненттерді енгізуге болады. Осы екі компонентті мен терезенің оң жағында орналасқан 3D қоймасынан алдым.
Мгм. Осылайша мен осы нысанды, осы компонентті енгіздім. Жақсы. Керемет. Біз әлі өтпеген компоненттер туралы да Мирас өзі ізденді екен. Жақсы, тамаша жұмыс Мирас. Өте жақсы. Жақсы, олай болса, Аяна. Жақсы. Аяна, қандай нысанды жасадың? Мен мындай Экспо Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан Экспо қалашығының моделін жасадым. Экспоны жасау үшін мен бірінші дөңгелек құралын алып, оны қысу және созу құралы арқылы көтердім. Сфераны жасау үшін қайтадан дөңгелек құралын қолданып, оны орнын ауыстыру және контролды басып, копировать етіп алдым. Сонда менде осындай сфера шықты. Өте жақсы. Жақсы. Экспо, Аяна, мен саған қосымша сұрақ қойсам бола ма? Экспоға байланысты. Экспо көрмесі қай жылы болды? Қосымша жай өзім қойып отырмын. Білесіңдер ма? Естеріңде ма? Естеріңде емес па? 2000. Кім есінде? Есінде ма? Эльнара айта ғой. Эльнара, Назерке, қай жылдары? Көмектесіп жіберейік. 2017 жылы. 2017 жылы. Жарайсыңдар, жақсы. Хабардар болып жүреді, біздің ол тарихымыз. Жақсы, тамаша. Тағы кім, қандай жұмыс көрсетеді? Апай, мен көрсетсем бола ма? Рай, көрсете ғой. Қандай нысанды таңдадың сен? Жақсы, Аяна, өте керемет. Мен киіз үйді таңдадым. Мен киіз үйді таңдадым, міне осындай киіз үй жасадым SketchUp бағдарламасы арқылы. Мен ең алдымен осы киіз үйдің керегесін жасау үшін мен ең алдымен шеңбер сызу құралы арқылы жасап алдым, осы шеңбер сызу құралы арқылы. Одан кейін push-pull арқылы, яғни сызу соғу құралы арқылы оны көтердім. Одан кейін дәл осындай оқ жасау үшін, осы киіз үйдің оғын жасау үшін мен ұғысу құралы арқылы дәл осындай шеңбер жасап алып, оны жылжыту құралы арқылы мен осындай оқ жасап алдым. Одан кейін мен тіктірбұрыш құралы арқылы оның есігін жасадым. Одан кейін бояу құралы арқылы мен оны бояп алдым. Сол кезде менде осындай киіз үй шықты. Тамаша. Өте жақсы. Көптеген жұмыстар жасаған екенсіңдер балалар. Енді Аянаның жұмысын жаңа бағалады. Енді Назерке, Нұрайдың да жұмысын бағалап жүрек. Өте керемет. Жақсы. Тағы көрсетем деген оқушылар бар ма? Жұмыстарын көрсетем деген оқушылар бар ма? Жақсы, тамаша. Енді мен қарап отырмын, мен WhatsApp желісіне де біраз суреттер жіберілген екен. Бірақ осы нысандарға ұқсайтын болғандықтан тағы да бағалап қарастырамыз. Өте керемет, жақсы жұмыс жасадық. Балалар, енді жалпы қалай ойлайсыңдар? Нысанды 3D модельдеу кезінде мынадай сұрақ қойсам сендерге. Қалай ойлайсыңдар? Нысанды 3D модельдеу кезінде қойылай келіп, жалпы қателіктер жіберілсе, ол ортаға қаншалықты әсер етеді? Кері әсерін беруі мүмкін бе? Суретке қарап отырып та өз ойларыңды білдірсеңдер болады. Дильмира. Айтса бола ма? Кері әсерін беруі мүмкін, себебі егер олар модельді дұрыс құрастырылмаса, ол құрастырылған заттың элементтері оған шыдай алмауы мүмкін, еш нәрсесін есепке алмаса. Рахат, тағы, Рахат қандай ой білдіресің? Егер де модельдеу жағында бір қате болса, бір жері дұрыс болмай қалса, ол мүмкін апатқа ұшырауы мүмкін. Өйткені ол дұрыс жасалмаған болса, ол сынып, адам өзіне қатер болуы мүмкін. Жақсы, адамның өміріне қауіп қатер төнуі мүмкін, апатқа. Өте жақсы ой пікірлер білдірдіңдер. Суреттен көріп отырсыңдар, әртүрлі сондай, яғни кез келген модельді
жасамас бұрын ең алдымен оның қағаз түріндегі болсын, компьютерлік болсын моделін жасап алудың маңыздылығы өте жоғары екендігін бүгінгі сабақта қорытындылап білдік деген ойдамын. Ал енді балалар ертеңгі келесі сабаққа оқу тапсырмасын дәптерлеріне жазып алыңдар. 3D графика құруға арналған басқа программалық жабдықтамаларды, Google SketchUp-тан басқа программалық жабдықтамаларды зерттеп, интернеттен қарастырып береміз. Және мен сендерге ресурс берем. Сол ресурстағы берілген алгоритмге сәйкес мұнаралының моделін құрастырып келейік. Мен ойлаймын, сендер ол тапсырманы жеңіл орындайсыңдар деген ойдамын. Ал енді балалар, біздің сабағымыздың қорытындыламас бұрын жалпы диагностикалық, сабағымыздың басында жүргізген диагностикалық бағалауды енді соңында да жүргізейік. Балалар, бүгінгі сабақта қай деңгейге жеттіңдер, біліміңді сиқырлы сызғыштың қай бөлігіне белгілер едіңдер? Көрсетіп жіберіңдерші. Чатқа да жазсаңдар болады, я чаттан да оқып жатырмыз. Мирас 9 деген өзінің білімін 10 балдық шкаланың 9 балдығымен белгілескен. Жақсы. Жақсы. Дильмира, балалар өте көбі 10 балдық шкалаға белгілеп отырсыңдар. Демек, біздің бүгінгі сабақ бойынша біздің мақсатымыз орындалды деген ойдамын. Ал енді балалар, қазір сендердің өз рефлексияларыңды тыңдап өтсек, өз рефлексияларыңды. Ол үшін жалпы сабақтың барысында рефлексия дөңгелегі арқылы не қызық болды, не қиын болды, қандай нәрседен қиналдыңдар, және не біліп, не үйрендіңдер. Осы туралы айтып өтсеңдер. Қазір мен дөңгелекті айландырамын. Сол айландыру бойынша, өз қалауларым бойынша, өз рефлексияларымды айтсаңдар жеткілікті. Мен білдім, сабақта мен білдім. Қысқа ғана ой қорытындылап кетейік. Апайме айтсам бола ма? Жақсы, Нұрай айта ғой. Мен осы сабақта SketchUp программасының жұмыс терезесін және де үш өлшемді модельдердің түрлерін және үйді модельдеу кезінде нақты бәрін өлшеп алу керек екенін білдім. Тамаша, өте жақсы. Енді не қызықты болды сендер үшін? Мен айтсам болады? Мен айтсам болады. Жақсы, Абылай, Дильмира айтам деп отыр. Маған SketchUp терезесін және Live Worksheets программасын орындау өте қызықты болды. Апай, мен айтып көрсем болады ма? Жақсы, веб-ресурсына. Дамир, айта ғой. Маған квест сұрақтарына жауап беру қызық болды. Іздендіңдер, қай жерде, қай нысанда қандай сұрақтар бар екен, қандай тапсырмалар бар екен. Керемет, тағы. Жақсы, жарайды, енді келесі сұрақты көрейік. Мен үйрендім, немесе біреуге үйрете алдыңдар ма? Апай, мен айтсам бола ма? Назерке, айта ғой. Мен түрлі нысандарды Google SketchUp бағдарламасында жасауды жақсы үйреніп алдым. Бұл маған болашақта өте керек болады деп ойлаймын. Сен басқаларға бүгінгі сабақта қандай нәрсені үйреттің, Назерке? Бүгінгі сабақта мен қарындаштар жинағын қалай жасау керек екенін үйреттім деп ойлаймын, және де біздің бейбітшілік және келісім сарайымызды қалай жасау керектігін үйреттім. Тамаша. Барлығымыз үйреніп, біліп, тәжірибелерімен бөлістіңдер. Өте жақсы. Рахмет, Назерке. Енді келесі сұрағымыз, ол маған қиын болды. Не қиын болды? Енді кез келген нәрседе қиындықтар болады. Не қиын болды? Кімге не қиын болды? Жасырмай айтамыз, болады ғой мүмкіндіктер. Еш нәрсе қиын болған жоқ па? Барлығы дұрыс болды ма? Менде апай айтуға бола ма? Айта ғой, Дильмира. Менде Word Walnet'ті сәл қиындық болды, шатастырып алдым.
кішкене шатастырып алдым, иә, жақсы. Жақсы деп қоямын, енді келесі жолда ондай қателіктер жібермейді деген ойдамын. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Мен ойлаймын, сендерде болашақта өте керемет маман иесі шығады деген ойдам. Және бүгінгі сабақта алған білім білік дағдыларыңды болашақта қолданасыңдар деген ойдамын. Барлықтарыңа сәттілік, сабақтағы белсенділіктерің үшін көп рахмет. Сау болыңдар балалар. Сау бол. Сау бол. Сау бол.